Сәлем достар, бүгін біз have got, has got етістіктерін қарастырамыз. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Have got, has got бір заттың біреуге тиесілі екенін айту үшін қолданылады. He has got a ball, оның добы бар. Адамды сипаттағанда, жануарлар мен заттарды бейнелеген кезде қолданылады. Мысалы, she has got blue eyes, оның көздері көк. Сезім туралы сөз қозғаған кезде де біз have got, has got-ты қолданамыз. Мысалы, I have got a headache, менің басым ауырып тұр. I have got a temperature, менің қызуым бар. I have got a cough, мен жөтеліп тұрмын. I have got a cold, мен суықтап қалдым. Have және has-ды қай кезде қолданамыз? I, you, we, they. Мен, сен, біз, олар. Осы есімдіктермен біз have-ды қолданамыз. Has, яғни he, she, it. He, ол, яғни ұл балаға. She, ол, қыз балаға. It, жанды, жансыз жануарларға қолданыламыз. Have got және has got етістіктерінің болымды сөйлемдерде қолданылуы. Long form, short form, яғни қысқаша формасы және ұзын формасы. Яғни ағылшын тілінде ағылшындықтар қысқаша форманы көп қолданады. Мысалы, I have got, I've got, you have got, you've got, he has got, he's got, she has got, she's got, it has got, it's got, we have got, we've got, you have got, you've got, they have got, they've got. Енді келесі негатив болымсыз сөйлемдерде біз қалай have got-ты және has got-ты қалай қолданамыз. Мысалы, I have, менде жоқ, I have not got, қысқаша формасы, I haven't got, you have not got, you haven't got, сенде жоқ. He has not got, he hasn't got, she has not got, she hasn't got, it has not got, it hasn't got. Яғни, біз осы формалар арқылы етістіктердің болымсыз түрі қалай жасалатынын байқап отырсыздар. Мысалы, оларда жоқ, they have not got болса, қысқартпа формасы they haven't got. Interrogative, сұраулы сөйлем. Have got пен has got-тың сұраулы сөйлемде қалай жасалатынын айтамыз. Have I got, менде бар ма? Have you got, сенде бар ма? Has he got, ода бар ма? Has she got, яғни ода бар ма? Қызда, е? Has it got, ода бар ма? Жанды, жансыз не болмаса жануарларға қолданамыз. Have we got, бізде бар ма? Have you
Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.